Армысыздар қазақ елі, мен Маржан қыздарыңыз. Бүгін тағы да алдарыңызға шығып отырмын. Бүгін енді мен қысқаша Украина жағдайына тоқтап өткім келеді. Әрі қарай оны сосын түсіне жатасыздар, не үшін бұларға тоқтап өткенімді. Ресейдің Путин фашистің орыс ойына келген істейді деген мақалды дәлелдеп жатқан күні бар. Бүгінгі күні оны айтып отырған себебім, кезінде Украинаның Қырымын алды, Луганскін алды, Донецкін алды. Содан бері 8 жылдан бері байғұс орыстарға, сол жердегі орыстарға украиндықтар күн бермей жатты, тіл жағынан қысым көрсетіп атты дегендердің бәрін сылтауратып алып келіп бүгінгі күні соғыс ашты. Енді бүгінгі күні өздеріңіз көріп отырғандай Зюганова бар, басқасы бар, бәрінің есімде жоқ, бірақ суреттері, жазбаларының бәрі сақтаулы. Міне солар шығып, Қазақстан деген болмаған, Қазақстан Ресейдің жері деген сияқты. Міне бұл неге алып келеді? Бұлар ең бірінші сөздің ұшын шығарады да, артынан соны іске асырады. Бұмен мен байбалам салға тұрған жоқпын, сіздерді үрейлетіп жатқан жоқпын, бірақ сақ болу керек екеніміз ол айдан анық болып тұр бүгінгі күні. Оған дәлел зи әрпі бар, ағылшынша зи. Солар қаптап жүр, балдар салып жатыр желіге. Одан қалды жаңағы Атыраудан да енді локомотивтер сол әріппен сол әріпті жапсырып алып жүр Қазақстанның жерінде. Сол үшін халқым енді өте сақ болу керекпіз. Мен жаңағы жалпылама бүкіл сол Қазақстандағы орыстардан сақтану керек деп айтқаным емес бұл. Бірақ міндетті түрде осы соңғы жылдары, соңғы 10 шақты жылдары, мына 14-тен бер қарай, 12-ден бер қарай тұрып отырған орыстарға, көрші қолаңдарыңызға жаймендеп, жаңағы зер салып, ешкімге білдіртпей, жаймендеп, тексеріп, қалай екен, не екен біліп қойғандарыңыз жөн деп ойлаймын. Өйткені бұны айтып тұрған себебім, Украинада жаңағы халықтың іштен шыққан жау жаман демекші, олардың іштерінен шығып отырған кісілердің бәрі сол ертеректе келіп алып, сол жерде жаңағы вид на жительство, сол жерге тұруға рұқсатты алып алып, одан кейін жаңағы азаматтығын да алып алып, ақша бәрін шешеді ғой, ол сатқындар бәр жерде де бар, үкіметте. Соның бәрін алып алып, одан кейін сол жерде жаңа сепаратистік істерін іске асырып жүрген. Енді сол қауіп біздің Қазақстанда да бүгінгі күні шығуы мүмкін. Оны да айтып тұрған себебім, бүгін енді айта алмаймын қандай дәлелім бар екен, бірақ дәлелім бар. Бұл сөзді мен әр кез сайын айтқан сөзіме жауап беремін. Мен тексерілмеген ақпаратпен сіздердің алдарыңызға шықпаймын. Бұл ақпарат тексерілген. Сол үшін де бүгін айтып тұрмын. Сақтаныңыздар, сақ болыңыздар. Сақтықта қорлық жоқ дейді. Тағы да Алла тағалам айтады, сақтансаң сақтаймын дейді. Сол сырттан біреу келеді екен, бізді қорғайды екен, жаңағы бір жерден біреу келіп бізге бостандықты алып береді екен деген ертегіден шығу керекпіз. Жан-жағымызға қарап сақтану керекпіз қазақ халқым. Олардың бәрі ортамызда өріп жүр. Ал жаңағы ата бастан бер қарай тұрып отырған орыстарымызға енді сенгім келеді. Өзімнің таныстарым да бар, жүректері де, өздері де бүгінгі күні жаңа қазағым деп соғып тұрған, қазақша үйренген, қазақша сөйлейтін балдары да бар, өздері де қазақша сөйлейді, қазақша жаңағы жолдастарым да бар, қазақ мательдерді қазақша сөйлегенде менен артық айтатындары да бар арасында. Енді оларға сенгенмен
басқалары да толып жетіп артылады. Оның үстіне бүгінгі күні январьдан кеше қаңтар айынан наурызға дейін 9.000 кірген болса, бүгін сол сан уже 50.000-ға жетті деген хабар келіп жатыр. Сол жағынан кішкене сақ болыңыздар, абай болыңыздар, өтінем сіздерден. Жаймен жан-жақтағы келіп, тұрып отырған, әсіресе Алматы, Талдықорған, Өскемен. Сол жерлерде кішкене абай болып, сақ болып, жан-жақтарыңызға қарап, кішкене күдіктілеу деген кісілерден күдіктенсеңіздер, жайменде өздеріңіз тексерулер жүргізіп, сақтанғаныңыз жөн деп ойлаймын. Енді тағы тоқталатын бір мәселе, мынау өзара халықаралық ауызбіршілік. Бүгінгі күні бізді Тоқаев ойланбастан, ертең Путин кіргенде, қолына ұстатып жібере салады. Сол үшін халқым, бірігіңіздер, көршімен тату болыңыздар дегенім, ол өзіміздің тұрғылықты ұлттармен жақындасып, арамызға түсіп отырған арандатушыларға жол бермей, солармен бірігіп, соларды өзімізге одан сайын бауырымызға тартып, оларға сыпайы түрінде бізден жақын оларға бүгінгі күні ешкімнің жоқ екенін, 10 жерден олар тақта отырғандар, үкіметтегілер бүгін сөзін сөйлегенмен, ертең X күні келгенде бәрібір халықпен қалады екенін жаймендеп соларға жеткізе берсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Татарларымыз қазақ деп соққан жүрегі патриоттарымыз көбейе берсін, X күні жақындай берсін. Аллам сол күнге аман есен жеткізсін. Алға Қазақстан!